Сәлем достар. Бұл арнада мен әр түрлі өзім жазған әңгімелерді оқимын. Мұнда әр әңгіме өмірден алынбаған. Тіркеліңіз және менімен бірге тыңдаңыз. Отбасын сақтап қалуға тырысқан жас жұбайлар. Айбике бұл күнді көп елестеткен. Бірақ елестету мен шындықтың арасы тым алыс екен. Ақ көйлек, ақ тілек, ақ ниет бәрі бар. Тек жүректің ішінде бір тынышсыздық бар еді. Ол сезімді Айбике өзі де толық түсінбеді. Қуаныштан шығар деп ойлады. Өйткені жаңа өмір басталғалы тұр. Айдар сабырлы. Тым сабырлы. Оның көзінде қуаныштан гөрі жауапкершілік басым еді. Қонақтарға күлімсіреп қарап тұрса да, ішкі әлемінде үнсіз бір ауырлық жатқандай. Екеуі бұрыннан ғашық болып үйленгендер де емес. Түсіністікпен, келісіммен, ата-ана үмітімен қосылған екі жас. Айбике үшін бұл бастау. Ал Айдар үшін аяқталмаған бір әңгіменің жалғасы сияқты еді. Неке қиылған сәтте Айдар көзін жұмды. Сол сәтте оның ойына басқа бір бейне келді. Дауысы, күлкісі, бірге құрған армандары. Ол бейнені жүрегінен қуып шығаруға қанша тырысса да, ол кетпей қойған. Айбике ештеңе сезбеді. Ол тек жанындағы ер адамның қолы сәл салқындау екенін байқады. Бірақ оны толқу деп қабылдады. Бәрі жақсы болады деді Айдар жай ғана. Бұл сөзді Айбике естіп тұрды. Ал Айдар оны өзіне айтып тұрған еді. Олар бір шаңырақтың астына кірді. Екі сабырлы адам. Екі түрлі ішкі әлем. Екі түрлі үнсіздік. Сол түні Айбике болашағын ойлап ұйықтады. Ал Айдар өткенін ойлап көз іле алмады. Осылайша сырт көзге тыныш басталған бұл неке. Ішінде айтылмаған шындықты көтеріп тұрған еді. Айбике үшін неке қорған еді. Жасыратын емес, ол бұл одақтан махаббаттан бұрын тұрақтылық іздеді. Біреудің жарты жолда кетіп қалмайтынына сенгісі келді. Бір шаңырақта екі адам бір-бірін таңдап қалатынына үміт артты. Айдар оған сенімді көрінді. Айқайламайды. Асықпай сөйлейді. Сөзінде тұратындай әсер қалдырады. Айбике дәл осындай ер адам керек деп ойлады. Ол махаббат кейін келеді деген сөзге сенетін. Сезім бірден лап етіп жанбаса да, уақыт өте үйреніспен, қамқорлықпен, бір-біріне жауапкершілікпен келеді деп білді. Кейде Айдар алыстау көрінетін. Бір нүктеге ұзақ қарап отырып қалатын. Айбике оны шаршағаннан деп ойлады. Жаңа өмірге үйреніп жатыр деп өзіне түсіндірді. Ол күмәндануды емес, түсінуді таңдады. Таңертең ерте тұрып, үнсіз шай дайындайтын. Айдардың киімін реттеп, жолға салып тұрып. Бәрі жақсы болады деп күлімсірейтін. Бұл сөзді ол күн сайын қайталады. Айдарға емес, өз жүрегіне айтып тұрғандай. Айбике үмітке адал болды. Өйткені ол үмітсіз өмір сүре алмайтын. Ер адам да уақытпен ашылады деп сенді. Отбасы ең алдымен еңбек деп білді. Сабырлы болсам, бәрі орнына келеді деді. Ол Айдардың ішіндегі үнсіздікке қорықпай қарады. Өйткені ол сол үнсіздікті махаббатпен толтырамын деп ойлады. Айбике бір нәрсені білмеді. Үміт кейде адамды сақтап қалмайды. Керісінше шындықты кешіктіреді. Ал ол шындық әлі есіктен кірмеген еді. Айдар бұл некеге қашып келгендей болды. Өткеннен қашып. Өзі мойындағысы келмеген сезімдерден қашып. Ол Айбикені жаман көрмеді. Қайта оның тыныштығы кейде өз жанында сабасына түсіретін. Бірақ дәл сол тыныштық кейде Айдардың ішін қуыстайтын. Өйткені оның жүрегінде бір дауыс бар еді. Ол дауыс күн өткен сайын бәсеңдемей, керісінше анық естіле бастады. Түнде Айбике ұйықтап жатқанда Айдар ұзақ ояу жататын. Төбеге қарап, бір ғана сұрақты өзіне қайта-қайта қоятын. Мен дұрыс дедім бе? Жауап жоқ. Тек ішкі ауырлық. Телефоны кейде дір ете қалатын. Айдар экранға қарамайтын. Қараса бәрі қиындайтынын білетін. Ол өзіне бір шарт қойды. Өткен өткенде қалсын. Мен отбасымды таңдаймын. Бұл сөзді ол өзіне серт қылып айтты. Бірақ жүрек сертке бағынбайтынын сол сәттерде анық түсінді. Айдар екі оттың ортасында қалды. Бір жағында заңды жары, сеніммен қарап отырған Айбике. Екінші жағында айтылмай қалған сөздер, аяқталмаған сезім. Ол ешкімге опасыздық жасағысы келмеді. Бірақ шындықтың өзі опасыздыққа ұқсап бара жатты. Кейде Айбике
Жақсысың ба? Деп сұрайтын. Айдар басын изейтін. Иә, бәрі жақсы. Бұл ең жиі айтылған өтірік еді. Ол отбасын сақтағысы келді. Шын ниетпен. Барымен. Бірақ адам өз жүрегін толық өшіре алмайды екен. Оны тек уақытша үнсіз қалдыра алады. Ал үнсіз қалған сезім бір күні бәрібір дауыс береді. Айбике бұрын түйсігіне сенетін. Бірақ бұл жолы ол сол сезімнен қорықты. Бәрібір қарапайым сәттен басталды. Айдар кешігіп келді. Еш себепсіз емес, жай ғана. Жұмыста бөгелдім деді. Айбике басын изеді. Сенді. Сенгісі келді. Бірақ сол кеште Айдардың даусы өзгеше еді. Әдеттегідей емес. Тым сабырлы. Тым жинақы. Айбике шай құйып отырып, оның қолына қарады. Қолдары дір етпеді. Көздері де. Бірақ бір нәрсе жетіспейтіндей болды. Жылулық. Ол өзіне сұрақ қойды. Мен не сезіп тұрмын? Жауап таба алмады. Тек белгісіз бір мазасыздық. Айдар телефонын үстелге аударып қойды. Айбике бұрын мұндайға мән бермейтін. Бұл жолы байқады. Артық ойлама деді өзіне. Сенімсіздік отбасының жауы. Ол күмәнданудан ұялды. Өйткені Айдар оған жамандық жасамаған. Әлі. Айбике дәлелсіз сезімге сенгісі келмеді. Өйткені дәлел шешім талап етеді. Ал ол шешімге дайын емес еді. Түнде ол ұзақ ұйықтай алмады. Айдардың тынысын тыңдап жатты. Бірге жатқанымен арада бір көрінбейтін қабырға тұрғандай. Бұл менің қорқынышым ғана деп ойлады. Бақытты адамда кейде себепсіз мазасызданады. Айбике сол түні өз жүрегін тыныштандыруды таңдады. Шындықты емес, тыныштықты. Бірақ сезік. Сезік дәлелсіз болса да, жүрекке бірінші болып келеді екен. Айбике ол иісті бірден байқады. Бірақ бірден мән берген жоқ. Айдар киімін шешіп, ілгішке іліп жатқан. Үйге тән емес. Бейтаныс. Жұмсақ бір иіс ауаға жайылды. Бұл ер адамға тән иіс емес еді. Бұл бөтен еді. Айбике үндемеді. Өйткені үнсіздік оның өзін қорғау тәсілі болды. Ол ас бөлмеге өтіп кетті. Бірақ сол иіс оның артынан еріп келгендей болды. Мазасыз оймен бірге. Мүмкін біреудің кеңсесінде отырған шығар. Парфюм араласып кеткен болар. Ол ақталуларды өзіне тез-тез тізіп шықты. Шындықтан бұрын. Айдар жуынатын бөлмеге кірді. Су ағып жатты. Ұзақ. Айбике айнаға қарады. Өзіне емес, көзінің ішіне. Сол жерден бір сұрақ көргісі келді. Бірақ сұрақта, жауапта жоқ. Айдар шыққанда. Шаршадым деді. Даусы өзгермеген. Сол баяу, салмақты үн. Бірақ дәл сол үннің ішінде бұрын болмаған бір салқындық бар еді. Айбике алғаш рет анық сезді. Бұл жай ғана кешігу емес. Ол ештеңе сұрамады. Сұраса, бәрі өзгеретінін білді. Сол түні ол иісті қайта-қайта сезгендей болды. Жастықтан да, бөлмеден де. Өз ойынан. Бір ғана иіс. Бір ғана кездейсоқ деталь. Бірақ ол Айбикенің ішіндегі сенімге алғашқы сызатты түсірді. Телефон кешкі тыныштықты жарып жіберді. Қатты емес. Бірақ дәл уақытында. Айдар экранға бір қарап алды да бір сәтке кідіріп қалды. Сол кідіріс Айбикеге бәрінен анық көрінді. Мен шығып сөйлейін деді ол жай ғана. Айбике басын изеді. Сұрақ қоймады. Бірақ жүрегі сол сәтте ауыр соқты. Айдар балконға шықты. Есікті толық жаппады. Айбике әдейі тыңдамауға тырысты. Бірақ кейде адам тыңдамағанмен жүрек бәрін естиді екен. Алдымен үнсіздік. Сосын әйел даусы. Жұмсақ. Тым таныс сияқты. Бірақ кім екенін ажырата алмады. Иә деді Айдар баяу. Даусы үйдегі даусынан өзгеше еді. Жылырақ. Жұмсарақ. Айбикенің алақаны терлеп кетті. Ол шайды ұстап тұрды, бірақ дәмін сезбеді. Қазір сөйлесу қиын деді Айдар. Кішкене үнсіздік. Иә, білемін. Әйелдің даусы тағы естілді. Сөздері анық емес. Бірақ интонациясы жеткілікті еді.
Бұл жай таныстың даусы емес. Айбике ішінен өзіне қайта-қайта айтты. Сен асықпа. Дәлел жоқ. Айдар сөйлесіп болған соң ішке кірді. Телефонды қалтасына салды. Біреудің жұмысы бойынша деді. Түсіндіріп тұрған жоқ. Тек айтып өтті. Айбике тағы да басын изеді. Бірақ бұл жолы сенімі бұрынғыдай толық емес еді. Ол сол дауысты ұмытқысы келді. Бірақ ұмыта алмады. Өйткені кейбір дауыстар құлақта емес, жүректе қалады екен. Ал сол дауыстың ізі Айбикенің тыныштығын үнсіз бұзып үлгерген еді. Айбике сол түні бір нәрсені анық түсінді. Сұрақ қою шындықты жақындатпайды. Кейде ол керісінше бәрін тереңге жасырады. Ол Айдардан ештеңе сұрамады. Не үшін шықты? Кіммен сөйлесті? Неге даусы өзгерді? Сұрамады. Өйткені жауапқа дайын емес еді. Бірақ ол өзіне бір шешім қабылдады. Үнсіз. Байқатпай. Айбике бұрынғыдай сеніп қана қоймайды. Енді ол байқайтын болды. Айдардың қимылын, сөз арасындағы үзілістерін, кешігуін, телефонды қалай ұстайтынын. Ол бақылауды күдікпен емес, сабырмен жасады. Айқайсыз, айыптаусыз. Айдар бұл өзгерісті бірден байқаған жоқ. Айбике сол баяғыдай жұмсақ еді. Сұрамайды. Тек тыңдайды. Бірақ тыңдаудың өзі кейде сұрақтан ауыр. Айбике әр кеш сайын өз-өзіне есеп берді. Бүгін не өзгерді? Нені байқадым? Нені сездім? Жауаптар аз еді. Бірақ сезім күшейіп келе жатты. Ол өзін алдамауға тырысты. Бірақ асықпай. Өйткені асығыстық шындықты бұрмалайды. Айбике енді күмәнданған үшін өзін кінәламады. Керісінше ішкі түйсігін қорғады. Бұл оның алғашқы ересек шешімі еді. Отбасын сақтау үшін емес. Өзін жоғалтпау үшін. Үнсіздік кейде әлсіздік емес. Ол дайындық. Ал Айбике, ол дайындала бастаған еді. Айдар сол күні асығыс еді. Асығыстық оның ең әлсіз тұсы. Телефоны үстелде жатты. Әдеттегідей емес, дыбысын өшірмеген. Айбике ас бөлмеде жүрді. Көз қырын ғана салды. Бірақ байқады. Хабарлама келді. Экран жарқ ете қалды. Айдар жоқ еді. Жуынатын бөлмеде. Айбике әдейі жақындамады. Оқуға тырыспады. Бірақ бір сөз көзінің шетіне ілікті. Бүгін даусыңды естігеніме қуандым. Аты көрінбеді. Нөмірде. Бір ғана сөйлем. Бірақ жеткілікті. Айбикенің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Сосын қайта соқты. Ауыр. Айдар шықты. Телефонын қолына алды. Сол сәтте бәрін түсінді. Экранды тез өшірді. Тым тез. Айбике оған қарады. Айыптаусыз. Сұрақсыз. Бірдеңе болды ма? Деді Айдар. Даусы бұрынғыдан да сабырлы. Бірақ көзінде үрей бар еді. Жоқ, деді Айбике. Бұл жолы ол өтірік айтты. Сол кеш бұрынғыдай өтті. Ас ішілді. Үнсіздік сақталды. Бірақ бір сөз. Бір ғана ұмыт қалған сөйлем. Айбикенің ішіндегі күдікті анық шындыққа жақындатты. Бұл дәлел емес еді. Бірақ енді бұл да жай сезік емес. Айдар алғаш рет қателік жіберді. Ал қателік ешқашан жалғыз келмейді. Айбике сол түні жыламады. Дауысы да шықпады. Ол ас үйді жинады. Ыдыстарды мұқият қойды. Әдеттегідей. Бірақ ішінде бір нәрсе сынып қалғанын анық сезді. Дыбыссыз. Көрінбейтін. Ол енді бұрынғыдай ойлай алмады. Әр сөзді, әр қимылды, әр үнсіздікті басқа қырынан қабылдай бастады. Бүгін даусыңды естігеніме қуандым. Бұл сөйлем санасында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Ол сөздің артында сезім бар еді. Кәдімгі жұмысқа қатысты емес. Айбике өзін ұстап тұрды. Сұрамады. Жыламады. Айдардан ештеңе талап етпеді. Өйткені ол бір шындықты түсінді. Айғай жеңіл. Ал үнсіз қабылдау ауыр. Түнде ол теріс қарап жатты.
Айдар байқамады. Немесе байқамағандай болды. Айбике енді сенімнің қалай жоғалатынын білді. Ол бір сәтте кетпейді екен. Ұсақ-ұсақ жарықшақ болып сынады екен. Ол өзін кінәлады. Мүмкін мен бір нәрсені жетіспей жүрген шығармын. Сосын тоқтады. Бұл ойды жалғастыру қауіпті еді. Айбике іштен күйреді. Бірақ сырттай мықты қалды. Өйткені кейбір әйелдер жүрегі қирап жатса да, оты сөнбегендей өмір сүреді. Ал бұл күйреу енді оны бұрынғы Айбике етпейтін еді. Айдар бір сәтке жалғыз қалды. Телефонды қалтасына салып көзін төмен қарады. Ішінде дауыл тұрды. Өткеннің дауысы, қазіргі сезімі, Алланың алдында тұрған жауапкершілігі. Барлығы бір сәтте түйіскендей болды. Мен дұрыс істеп жатырмын ба? Бұл сұрақ жүрегін тескендей болды. Жауап жоқ. Тек салқын, ауыр үнсіздік. Айдар өткендегі әйелді ойлады. Дауысы, күлкісі, кездесу сәттері. Барлығы өмірінде бір жолда қалған. Бірақ ол жолға қайта оралғысы келмеді. Өйткені ол Айбикені таңдаған еді. Бірақ жүрек оған басқа нәрсені айтты. Жауапкершілік пен сезімнің соқтығысы болды. Ар ұят, міне, дәл қазір бетпе-бет. Ол өзін кінәлі сезінді. Әр сөзін, әр қимылын есептеп көрді. Қанша жасырса да ештеңе көмектеспеді. Мен не істеймін? Өзіңді қорғай аламын ба? Деген ой айналды. Айдар өзіне келуге тырысты. Бірақ таңертеңгі таңдай бір ғана ой оралды. Айбике ол бейбіт өмірді, сенім мен үмітті таңдап алған. Және Айдар сол сенімге қастық жасай алмайтынын білді. Сол кезде ол шынайы қорқынышты сезді. Ар-ұяттың дауылы жүрегін шайқап, айқын түсіндірді. Жалғандыққа жол жоқ. Айдар терең дем алды. Бәрін ішке сыя алмайтынын түсінді. Ал бірақ Айбикені жоғалтқысы келмеді. Бұл бетпе-бет келу бірінші шындық. Ал шындық кейінге қалмайды. Айбике таңертең оянып айнаға қарады. Көзінде жас жоқ, бірақ ішкі тыныштық та жоқ еді. Сезім бұл жолы бақылаудан шыққан. Бір сәтке ойлады, мен шынымен неге шыдаймын? Күмән мен сенім арасындағы шекара өте жұқа еді. Бір қадам асып кетсе, бәрі өзгеретінін білді. Сол сәтте ол ішкі шегін анықтады. Сол шек оның өзін сақтайтын шек еді. Айдар оған адал болмаса, Айбике үндемейді. Бірақ бақылауды жоғалтпайды. Ол шешім қабылдады. Шынында мен сұрамаймын. Бірақ бәрін көремін деді өзіне. Түнде Айдарға жақындағанда бәрі бұрынғыдай көрінді. Күлімсіреді, сөйлейді. Бірақ Айбике ішкі бақылауды ешқашан жоғалтпайтынын білді. Сол кеште ол кішкентай әрекет жасады. Айдардың телефон қимылын байқап, оның қасында отырып, ештеңе айтпай, тек көрді. Айдар сезді ме? Жоқ. Бірақ Айбикенің жүрегі тыныш болмады. Ол енді өз сезімін басқаруды үйренген еді. Бұл шек күш емес, даналық. Өйткені кейде күмәнді сезіммен күрескеннен гөрі үнсіз бақылау артық болады. Айбике ішкі шегін сақтай отырып, отбасын, жүрегін және өз сенімін қорғап қалды. Айдар кездесу орнына кешігіп келді. Жүрегі дүрсілдеп, алаңдаулы. Сырттан қарағанда бәрі әдеттегі сөйлесу сияқты еді. Бірақ ішінде дауыл тұрды. Өткендегі әйел Ләйла күлімсіреп, бірақ тітіркендірердей жылы үнмен сөйлесті. Сәлем, Айдар, ұзақ уақыт болды деді ол. Айдар тыныс алды. Бірақ сөзді ішінара ғана түсінді. Сөз арасында кейде бұрынғы естеліктерді қайта ойлады. Көңілі бұлыңғыр. Жүрегі ауыр. Бірақ сыртынан байқатпады. Ләйла бір сәт үнсіз қалды. Содан кейін кішкене иығын шошайтып, сенің бақытты екеніңді естідім деді. Бірақ мен әлі саған әдейі бір нәрсе айтып кеткім келді. Айдар үнсіз қалды. Сөздер оның мойнынан төмендей сырғып кететіндей болды. Ішінде бірдеңе бұрқ етіп кетті. Мен қателеспесем деді Айдар абайлап. Мен бұл мәселені қайта қарамаймын. Мен отбасымды таңдап алдым. Ләйла сәл таңырқап қарады. Иә, түсіндім. Бірақ әлі сезім бар еді деді ол, және бұл сөз Айдардың ішін шымырлатып өтті. Сол бір қысқа диалог Айдардың ішкі әлемін шайқап жіберді. Бұрынғы сезімдер мен қазіргі жауапкершілік арасындағы қақтығыс қайта күшейді. Айдар сыртқа қарап терең дем алды.
көңілі айқын емес. Жүрегін ауырсынудан сақтау үшін күш салды. Бірақ бір нәрсе анық еді, өткеннің көлеңкесі енді ешқашан толық жоғалмайды. Айдар кездесуден шыққан соң өз-өзіне уәде берді. Айбикеге ешқашан зиян келтірмеймін. Бірақ ішкі сезімдерді қуу оңай болмайды. Айбикенің сезімінен, түйсігінен еш хабар жоқ. Бәрі тек жүрек түбінде сақталатын үнсіздік еді. Келесі күні Айбике әдеттегідей үйді жинап жүрді. Түскі уақытта күнде тыныш еді. Бірақ ішкі сезімі бұрынғыдан да өткір. Айдар үстелде қалдырған телефонына қарап қалды. Ол ұсақ нәрсе, хабарлама бір сәт экранда жарқ еткенін байқамады. Айбике байқап қалды. Экранда тек бір ғана сөз. Кешір, мен сені күтемін. Айбикенің жүрегі тоқтап қалды. Бұл жай сезік емес еді. Бұл нақты белгі. Ол алдымен демін ұстады. Телефонды қозғалтып көрмеді. Сенім мен күмән арасында тұрып қалды. Сұрасам ба? Әлде байқай берейін бе? Деп ойлады. Сұраса бәрі өзгеретінін білді. Бірақ байқай берсе ол ішкі шешімін сақтай алады. Айбике ішкі шегін сезді. Бұл шек тек сенімнің шегі емес, өз қадір-қасиетін сақтау шегі еді. Ол шешім қабылдады, сұрамай, бірақ бақылау жасау. Күні бойы Айдармен әдеттегідей сөйлесті. Күлімсіреді, сөздері жұмсақ. Бірақ Айбике әр қимылын, әр үзігінін, әр кідірісін бақылады. Түні бойы ол төсекте ұзақ ойлады. Өткен хабарлама, даусы, иісі, бәрі қайтадан ойына оралды. Бірақ ол өзіне қайта-қайта айтты. Мен сұрамаймын. Байқаймын, тек өзімді қорғап, отбасымды сақтаймын. Айбике енді түсінді, кейде ішкі шегіңді анықтап, үнсіз бақылау жасау ең күшті шешім. Бірақ дәл сол түні жүрегінде бір нәрсе ауыр соқты. Өйткені шынайы сенім тек бақылау арқылы сақталмайды. Ол Айдарға деген сезімін, өз қадір-қасиетін қорғап қалуды қалады, бірақ бұл тек алғашқы қадам еді. Айдар бір тыныш сәтте жалғыз қалды. Терезеден сыртқа қарап, жүрегіндегі ауырлықты сезді. Бұл бұрынғы сезімдер мен қазіргі жауапкершіліктің қақтығысы емес еді. Бұл шындықпен бетпе-бет келудің ауыртпалығы. Мен Айбикеге адал болуым керек деп ойлады ол. Бірақ ішкі дауыс былай деп сыбырлады. Сенің жүрегің басқа жерге тартып тұр. Айдар өз-өзінен қорқа бастады. Өткеннің дауысы, Ләйланың сөзі, тіпті сол хабарламаның жарқ еткен бір сәті, бәрі бірдеңені бұзып кетті. Ар ұят, міне, дәл қазір шын мағынасында сезілді. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес ауырлық. Тек жүрек қана оны түсінді. Жауапкершілік, махаббат, адалдық, бәрі бір сәтте бірігіп, күшті дауылға айналды. Айдар телефонын ұстады. Бірақ ештеңе жасай алмады. Көзін жұмды. Терең дем алды. Және шындықты мойындады, күш-қуат тек сөзбен емес, ісімен көрсетіледі. Сол түні ол ұйықтай алмады. Айбике төсекте тыныш жатқанда Айдар өз ар ұятын тыңдады. Сезімін басып, жауапкершілігін көтерді. Бірақ ішкі дауыл оны бейжай қалдырмады. Бұл алғашқы сәт. Айдар өз кінәсін толық сезінді, бірақ әрекет ету үшін әлі дайын емес еді. Ішкі ар ұят оны жаңа деңгейге көтерді. Бірақ бұл тек бастамасы ғана еді. Кешкі уақыт еді. Айбике үстелде отырды, қолында кружка шай. Көздері Айдарды іздеді, бірақ сөз шықпай тұрды. Ішкі түйсігі қатты дыбыс беріп тұрғандай еді. Айдар қонақ бөлмеге кірді. Көзінде тыныштыққа ұқсас, бірақ іші толқып тұрған күй бар. Көптен бері бірдеме айтайын деп жүрмін, деді Айдар. Сөзін жалғастыра алмай кетті. Өйткені ішкі дауыл оны шектеп тұрды. Айбике үндемеді. Бірақ көзқарасы арқылы бәрін білдірді. Айдар, мен білемін. Мен сездім, бірақ сен сұрамайсың. Айдар жүрегі ауырды. Тек үнсіз басын изеді. Бұл үнсіздік ішкі күрестің көрінісі еді. Мен, деді Айдар тағы да үзіліп. Мен бәрін реттегім келеді. Бірақ қалай екенін білмеймін. Айбике тыныш отырды. Сөздерге емес, іс-қимылдарға қарап тұрды. Ішкі күдігі мен сенімі арасында теңдестірілген бақылау жасап отырды. Бұл сәт көрінбейтін соғыс. Айдар ішкі ар ұятымен, сезіммен, өткеннің көлеңкесімен күресіп тұрды. Айбике ішкі түйсігімен, сеніммен, ішкі шегімен күресіп отырды. Сыртқа қарасаң, бәрі тыныш.
Бірақ әр жүрек өз дауылын бастан өткерді. Бұл алғашқы шын бетпе-бет келу. Сөздер емес, тек үнсіздік арқылы жүректерінің соғысы көрінді. Келесі күні Айбике үйді жинап жүрді. Бірақ таңғы тыныштық бұрынғыдай емес еді. Телефон үстелінде қалды, сол хабарламалардан кейінгі алғашқы белгісі. Айбике экранға бір қарады да, жүрегі бір сәтке тоқтап қалды. Ләйладан келген хабарлама. Саған жақындауым керек еді, бірақ мүмкін емес екен. Айбикенің ішкі тыныштығы сыздап өтті. Бұл сезіктің емес, нақты белгінің өзі еді. Құлаққа естілмейтін дауыстардың орнына көзге көрінетін нақты дәлел тұрды. Ол демін алып өзіне айтты. Енді тек бақылау жеткіліксіз. Айбике ішкі шегін тағы да анықтады. Егер Айдар оған адал болмаса, ол үнсіз қалмайды. Сенім мен махаббатты сақтау тек ішкі бақылаумен емес, нақты әрекет арқылы да болады. Кешкі Айдар келді. Айбике әдеттегідей күлімсіреді, бірақ көзіне шынайы сұрақ көрініп тұрды. Айдар, біз сөйлесуіміз керек, деді ол. Даусы сабырлы, бірақ күші сезіліп тұрды. Айдар көзін төбеге тікті. Ішкі күресі әлі жалғасып тұрса да, сөзсіз шындыққа бет бұру керек еді. Айбике бірінші әрекет жасаған сәт, үнсіз бақылаудан нақты диалогқа өту. Бірақ ол бәрін сабырмен, бірақ қатал түрде жасайды. Ішкі сенім мен шек енді сөз арқылы қорғалады. Бұл Айбикенің алғашқы шынайы қадамы. Айдар терең дем алды. Айбике алдында тұр. Көзінде күдік пен сенімнің қоспасы бар. Сол сәтте Айдар ішкі дауылды жеңуге шешім қабылдады. Айбике, деді ол, даусы бұрынғыдан жұмсақ, бірақ сенімді. Мен шындықты жасырдым. Өткенде менде бір адам болды. Бірақ мен қателескенімнің бәрін түсіндім. Сен менің таңдағаным? Сен менің отбасымның тірегі. Айбике үнсіз тыңдады. Сөздер жүрегіне жеткендей болды, бірақ сезімі әлі толық тынышталған жоқ. Мен қателік жасадым, жалғастырды Айдар. Бірақ енді мен бәрін түзетемін. Сенің сеніміңді ешқашан бұзбаймын. Мен өзімді де, сені де жоғалтқым келмейді. Айбике бір сәтке тынысын ұстап көздерін жұмды. Жүрегі жылулықпен, бірақ сақтықпен толды. Сен тек сөзбен емес, тіспен дәлелдеуі керек, деді ол, үнсіз бірақ қатты. Айдар басын изеді. Бірақ енді бұл тек сөз емес еді. Бұл шынайы мойындау, жүректен шыққан уәде. Ішкі шиеленіс әлі бар еді, бірақ алғашқы қадам жасалды. Айдар шындықпен бетпе-бет келді. Айбике ішкі күмәнін мойындап шекарасын анықтады. Бұл сенім мен махаббат үшін жасалған алғашқы шынайы әрекет. Келесі күні кешке Айбике ас бөлмеде отырды. Айдар жақындап келді. Мен саған бір нәрсе көрсеткім келеді, деді ол, даусы бұрынғыдай сабырлы, бірақ сенімге толы. Айбике оған қарады. Көздерінде әлі сақтық бар, бірақ қызығушылық байқалады. Айдар телефоннан хабарламаларды көрсетпеді. Бірақ қолын созып, Айбикенің қолын ұстады. Мен өзімнің қателігімді сездім, деді Айдар. Енді бәрін сенің алдында жасаймын. Барлық әрекетім шынайы болады. Айбике терең дем алды. Бұл алғашқы нақты іс-әрекет еді. Өткен қателіктерді түзету тек сөзбен емес, нақты әрекетпен көрінеді. Ол қолын сәл қысқартты. Бірақ бұл кішкентай қадам үлкен сенімге жол ашатын алғашқы белгі болды. Айдар оның көзінен қараған сайын ішкі қорқынышымен күресіп, ар ұятын сақтап отырды. Айбике ішкі күмәнін жеңуге дайын бола бастады. Сол сәтте екеуінің арасындағы байланыс қайта қалпына келе бастады. Бірақ бәрі әлі басы ғана еді. Айбике мен Айдар бір-біріне қарады. Бәрі үнсіз басталды. Сол үнсіздіктен әр нәрсе байқалды, қимыл, тыныс, көзқарас. Айдар, деді Айбике, дауысы жұмсақ, бірақ мықты. Мен бәрін сездім. Күдігімді ешқашан айтпадым. Бірақ сенің әрекетің мені әрқашан бақылауға мәжбүр етті. Айдар терең дем алды. Айбике, мен сенің сеніміңді бұздым. Менің өткенім, менің қателігім бәрі саған ауыр тиеді, бірақ мен шын жүректен бәрін түзеткім келеді. Сөздер жеткіліксіз, деді Айбике. Іс керек. Сен тек мойындамауың керек, ісіңмен көрсетуің керек. Мен сенің жүрегің мен әрекетіңді көргім келеді. Айдар көзін жібермеді. Мен бәрін көрсетемін, деді ол. Сенің сенімің үшін бәрін жасаймын.
Енді мен ешқашан өтірік жасамаймын. Айбике кішкене күлді, бірақ оның көзінде сақтық әлі бар еді. Ал мен өзімнің ішкі шегімді сақтаймын. Бірақ мен сенің әрекетіңді бағалаймын. Айдар қолын созып, Айбикенің қолын ұстап, шынайы жылулық көрсетті. Біз бірге боламыз, деді ол. Барлығын бірге өткереміз. Бұл диалог тек сөз емес еді. Бұл жүректерді біріктіретін, сенімді қалпына келтіретін алғашқы әрекет. Екеуінің арасындағы көрінбейтін қабырға бұзыла бастады. Сол сәтте олар түсінді, шындық, адалдық және ашықтық тек сөзбен емес, жүрекпен сезіліп, іс арқылы расталады. Күн батқанда Айбике мен Айдар бірге балконға шықты. Ауасы таза, желі жұмсақ, және күннің соңғы сәулелері олардың беттерін жылытты. Бәрі жақсы болатынына сенемін, деді Айбике, терең демала отырып. Біз барлығын бірге өткердік. Айдар оның қолын мықтап ұстады. Сенім менің жүрегімде қайтадан орнықты, деді ол. Енді ештеңе бізді бөліп алмайды. Олар бір-біріне қарады. Көздерінде тек шынайы сезім, жылулық және тыныштық бар еді. Сондай сәтте өткеннің көлеңкесі мүлде жоғалғандай болды. Біз әр қадамды бірге жасаймыз, деді Айбике. Қиындық болса да, біз отбасымызды сақтаймыз. Айдар басын изеді. Әрқашан, деді ол. Менің барлық әрекетім, сөзім, сезімім тек саған арналған. Түннің тыныштығында екеуінің жүректері үндесіп, сенім мен махаббат қайта қалпына келді. Енді олар бұрынғыдай ғана емес, берік, ашық және шынайы қарым-қатынаста еді. Сол түні Айбике түсінді, шынайы сенім бұл тек сезім емес, сенімділік, ішкі шекпен ашық диалог арқылы жасалатын іс. Ал Айдар түсінді, шынайы махаббат өткенді мойындап, жүрекпен адал болуы. Жаңа кезең басталды. Бәрі әлі алда, бірақ олар бірге болатындарын білді. Сенім мен махаббат енді қорғаныш емес, өмірдің өзі болды. Осылайша олардың оқиғасы жаңа тыныштық пен шынайылыққа бет бұрды. Осымен әңгімеміз аяқталады. Парақшама тіркеліңіз, келесі әңгімені жіберіп алмас үшін.